Сарымсақ қосылған сүт көптеген мәселеге қарсы ең жақсы ем. 750 сүтті кастрюльге құйып, оған 8-9 түйір туралған сарымсақ қосыңыз. Қоспаны отқа қойып, араластырып отырып қайнауға жеткізіңіз. Қайнағаннан кейін көлемі шамамен 2 есе азайғанша қайнатыңыз. Дайын. Жаман холестеринді төмендетеді. Бұл рецепт ағзадағы жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі және жақсы холестеринді арттырады. Оны 7 күн бойы үзбей ішу ұсынылады. Ишиас ауруының ауырсынуын жеңілдетеді. Егер сіз ишиас ауруынан зардап шегіп жүрсеңіз, бұл құрал ауырсынуды басуға көмектеседі. Оны күнделікті қабылдасаңыз, нәтижесі сізді таңғалдырады. Асқорыту жүйесіне пайдалы. Егер сізде тітіркенген ішек синдромы, асқазанның бұзылуы, іштің кебуі немесе іш қату болса, бұл рецепт асқорыту жүйеңізді қалыпқа келтіруге көмектеседі және ішектегі табиғи микрофлораны қалпына келтіреді. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз. Тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.